Құрметті тыңдармандар, әңгімемізді бастамас бұрын арнамызға жазылып, осы бейнеге лайк басуды ұмытпаңыздар. Пікірге, бүгінгі оқиға туралы өз ойларыңызды жазып, алған әсерлеріңізбен бөлісіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Ал енді, өмірден алынған әсерлі оқиғамызды бірге тыңдайық. Көктемнің жаймашуақ күні еді. Ауыл іші ерекше көңілді. Жалғастың үйлену тойынан кейін жас келін алғаш рет ата-енесінің шаңырағына түсетін күн болатын. Есіктің алдына ақ орамалын жамылған әжелер жиналып, ақ тілектерін жаудырып жатты. Көрші қолаңның бәрі жаңа түскен келінді көруге асық. Келіннің өзі қандай екен деп сыбырласып жатқандарда аз емес. Көп ұзамай ақ көлік қақпалдына келіп тоқтады. Көліктен ең алдымен Жалғас түсті. Жүзінен бақыттың лебі есіп тұр. Артынша есікті ашып қолын созды. Ақ көйлек киген Эльмира баяу ғана сыртқа шықты. Басына ақ жаулық жабылған. Ұзын қара шашының ұшы ғана иығынан төмен төгіліп тұр. Үлкен қара көздері төмен қарап, жүзінен ұяңдық сезіледі. «Бақытты болыңдар» деген дауыстар жан-жақтан естілді. Эльмира табалдырықтан оң аяғымен аттап, үлкендерге иіліп сәлем салды. «Өркенің өссін, қарағым. Инабатты келін екен. Жүзінен нұр төгіліп тұр ғой». Енесі келіннен маңдайынан сүйіп, «Қош келдің қызым. Енді бұл үй сенің деген» деді. Эльмираның көзіне еріксіз жас келді. «Рахмет, ана». Осы кезде үйдің шет жағында үнсіз тұрған бір жігіт бәрін сырттай бақылап тұрған. Бұл Жалғастың туған інісі Мирас еді. Жасы 27-ге енді толған. Мінезі сабырлы, көп сөйлемейтін, өз ісімен ғана жүретін жігіт. Ол жеңгесіне көз тоқтатып қараған жоқ. «Ағамның жары екен, бақытты болсын» деген ой ғана өтті көңілінен. Қонақтар дастархан басына жайғасқанда да Мирас көп бөгелмеді. Ағайындардың тілегін тыңдап сыртқа шығып кетті. Кешкісін ауладағы орындыққа отырып аспанға ұзақ қарап қалды. «Ей, Мирас!» деді досы телефон шалып. «Той қалай өтті?» «Жақсы». «Келін қандай екен?» Мирас иығын қиқаң еткізді. «Жақсы адам сияқты». «Әдемі ме?» «Иә, әдемі екен». Осы екі-ақ сөзбен әңгіме аяқталды. Ол кезде Мирас үшін Эльмира жай ғана ағасының жары болатын. Бірақ уақыт өте келе бәрі өзгеретінін, бір күні сол үйдің табалдырығын аттаған келіннің өзінің тағдырында, ағасының өмірінде, бүкіл әулеттің берекесінде шайқалтатынын ол әлі білген жоқ еді. Ал Эльмира болса, жаңа отбасына кез сіңсуді ғана ойлап жүрген. Оның бар арманы Жалғасты бақытты ету, ата-енесінің батасын алу және осы шаңырақтың берекелі келін атану еді. Тағдырдың оларға қандай сынақ дайындап қойғанын ешқайсысы сезген жоқ. Эльмира келін боп түскеніне 3 айдың жүзі болған. Осы аз уақыттың ішінде ол әулеттің жүрегінен орын алып үлгерді. Таң намазынан кейін тұрып аула сыпырады. Енесіне ас дайындауға көмектеседі. Қайнатасының шайын уақытында құйып береді. Үйге келген қонақты жылы қарсы алып, күрімдеп шығарып салады. Осындай келін бұйырғанына шүкір деп, енесі көші көлемге мақтанып отыратын. Жалғасты әйеліне разы еді. «Сен келгеннен бері үйіміздің шырайы кірді» деп жиі айтатын. Эльмира осы сөздерді естіген сайын бақыттан жүзі бал-бұл жайнайтын. Ал Мирас, ол бұрынғыдай үйге асықпайтын болды. Өйткені соңғы кездері өзінен өзі қорқатын. Бір күні жұмыстан ертерек келіп, ауладағы алма ағашының түбінде көлөрігін жуып жатқан. Сол кезде үйдің есігі ашылып, Эльмира сыртқа шықты. Қолында жуылған көрпелер. Ол жайлап арқанға іле бастады. Жел көтеріліп, жаулығының бір шеті сырғып кетті. Ұзын қара шашы белінен төмен төгіліп түсті. Мирас еріксіз көз тоқтатып қалды. Неткен әдемі шаш. Келесі сәтте өз ойынан өзі шошып кетті. Басын төмен түсіріп, көлігін жуа берді. «Мирас», деді Эльмира күлімдеп. «Шай дайын, жұмыстан шаршаған шығарсыз». «Кейін ішем, жеңге». «Суық қалады ғой». «Ештеңе етпес». Даусы бұрынғыдан қысқа шықты. Эльмира ештеңе байқамағандай үйге кіріп кетті. Ал Мирас шлангіден аққан суға қарап ұзақ тұрды. Не болып барады саған? Өзін қанша тежегенімен ойынан Эльмира кетпейтін болды. Бұрын жұмыстан келе сала үйге кіретін. Енді әдейі көшеде жүріп алатын. Достарымен ұзақ отырып қайтады. Кейде көлігін ауыл сыртына айдап шығып жалғыз отырады. Бірақ бәрібір кешке сол үйге келеді. Үйге кірген сайын көзі еріксіз Эльмираны іздейді. Бұл сезімнің дұрыс емес екенін ол жақсы түсінетін. Бір күні кешкі ас үстінде бәрі жиналып отырды. Енесі: «Мирас, сағанда қыз қарастыратын уақыт болды.
Жасың 27-ден асты. Біз немере сүйгіміз келет деді. Әкесі де сөзге араласты. Дұрыс айтады анаң, биыл үйленсең жақсы болар еді. Мирас үндемеді, Эльмира жымиып. Менің ауылдасым бар, өте тәрбиелі қыз, қаласаңыздар таныстырып көрейік деді. Мирастың жүрегі біртүрлі шымете қалды. Қажет жоқ жеңге. Неге? Жақсы қыз ғой. Әлі ерте. Эльмира жай ғана иығын көтеріп қойды, ал Мирас орнынан тұрып кетті. Тамаққа рахмет. Ол аулаға шықты. Түнгі аспен сұлдызғаға толы еді. Осылай жалғаса берсе болмайды. Мен бұл үйден кетуім керек. Дәл сол түні ол қаладағы танысына хабарласып, басқа жұмыс іздей бастады. Бірақ тағдырдың өз жоспары бар еді. Ертеңіне таңертең жалғас үйге қуанышты хабармен келді. Әке, ана, компания мені 6 айға сапарға жіберетін болды. Жалақысы да 2 есе көп екен. Үй іші қуанып жатты. Тек 2 адамның ғана өңі өзгеріп кетті. Бірі Мирас, екіншісі өзі де себебін түсінбеген Эльмира. Осы сәттен бастап олардың өмірі бұрынғы қалпында қалмайтынын ешкім сезген жоқ. Жалғастың іс-сапарға кететін күнде келіп жетті. Таңғы шай үстінде бәрі көңілді көрінуге тырысты. Анасы жолға деп бауырсақ пен құрт сауып жатса, әкесі қайта-қайта ақылын айтып отырды. Балам, жұмысынды абыроймен атқар, денсаулығына қара. Уайымдамаңыз әке, деп күлімсіреді жалғас. Эльмира күйеуінің жейдесінің жағасын түзеп, үнсіз ғана шығарып салды. Өзіңді күт, атанама қара. Мирасқа да тамағын уақытында беріп жүр, деп әзілдей күлді жалғас. Бәрі жақсы болады, деді Эльмира жай ғана. Жалғас көлікке отырып кеткенше артынан қараттырды. Көлік бұрылысқа сіңіп кеткенде ғана үйге кірді. Алғашқы күндер баяу өтті. Эльмира бұрынғы тіршілігін өзгерткен жоқ. Таңертең ерте тұрады, үйдің шаруасын тындырады. Кешке жалғаспен бейне қоңырау арқылы сөйлеседі. Сағындым сені, дейтін жалғас. Мен де сағындым. Мирас олардың әңгімесін естіген сайын бөлмесіне кіріп кететін. Өзін күнәлі сезінетіндей, неге екенін өзі де түсінбейтін. Бір күні енесі ауырып қалды. Эльмира күні бойы оның жанынан шықпады. Дәрісін уақытында беріп, шайын дайындап, маңдайына суық шүберек басты. Кешке қарай енесі көзіне жас алып: "Қызым, сен келгелі өз қызымды көргендей болдым. Алла бағыңды ашсын", деді. Эльмира енесінің қолын үнсіз қысып қойды. Осы көріністі есік алдында тұрған Мирас байқап қалды. Осындай жанға қалайша жаман ой келуі мүмкін. Өзін бұрынғыдан бетер жек көріп кетті. Сол күннен бастап ол үйге тіпті кеш қайтатын болды. Бір күні әкесі тоқтатып алды. "Балам, жұмысың көбейіп кетті ме?" Сәл. Әлде бір уайымым бар ма?" "Жоқ әке." Әкесі иығына қолын қойды. "Сен бұрын бәрімізбен отырып шай ішетін едің. Қазір қашқақтайтын болдысың." Мирас жауап бере алмады. Бір аптадан кейін Эльмира ауладағы гүлдерді суарып жүреді. "Мирас", ол бұрылды. Жеңге, бір нәрсе сұрасам бола ма?" "Әрине." "Соңғы кезде менен қашқақтайтын сияқтысыз. Егер байқамай көңіліңізге тиетін сөз айтып қойсам, кешіріңіз." Мирас абдырап қалды. "Жоқ, сіздің еш кінәңіз жоқ." "Онда не болды?" "Жұмыс." Эльмира күлімсіреп басын изеді. "Мен шынымен уайымдап жүредім." "Уайымдамаңыз, әңгіме осымен аяқталды." Бірақ сол қысқа сөйлесудің өзі Мирасқа ауыр тиді. Ол енді Эльмираны тек ағасының жары емес, жүрегі таза, мейірімді көре бастағанын анық түсінді. Бұл сезімнен құтылудың жалғыз жолы алыстау екенін білді. Сол түні ол қаладағы компанияға түйіндемесін жіберді. "Жұмысқа қабылдансам, осы ақаудан кетемін. Сонда бәрі өз орнына келеді." Бірақ өмір әрдайым адамның жоспарымен жүрмейді. 2 күннен кейін жалғас телефон шалды. "Мирас, інім саған бір өтінішім бар." "Айта бер аға." "Іс-сапарым ұзартылды. Әкеміз бен анамызды саған аманат еттім. Эльмира да бұл үйге бөтен емес. Қарасып жүріңдер." Мирас үнсіз қалды. "Сен барда менің көңілім тыныш", деді жалғас. Осы сөздер оның жүрегіне майзадай қадалды. Сол сәтте Мирас өз-өзіне бір серт берді. "Қандай жағдай болса да, ағамның сеніміне қиянат жасамаймын. Бірақ адас кейде өзіне берген уәдесін сақтаудың қаншалықты қиын болатынын кейін ғана түсінеді." Жалғас сапарға кеткеніне 2 ай болды. Алғашқы кезде күн сайын хабарласатын,
Кейін жұмысы көбейіп, кейде 2-3 күнде бір ғана телефон шалатын болды. Эльмира, жағдайларың қалай? Бәрі жақсы, әке-шешеңіз аман, уайымдамаңыз. Мирас қайда? Жұмыста. Айтшы, өзіне қарасын, таңнан кешке дейін еңбек етеді. Айтамын. Әңгіме осымен аяқталатын. Эльмира телефонды қойған сайын терең күрсініп алатын. Күйеуін сағынғаны жүзінен байқалатын. Мирас мұны көрген сайын жүрегін қысып тұрған сезімнен ұялатын. О ағаңды жақсы көреді, сенің ойымның өзі күнә, деп өзін іштей жазғыратын. Күздің бір күні енесі мен қайнатасы аудан орталығындағы ағайынның құдалығына шақырылды. 2 күн болмаймыз, деді қайнатасы. Үйге ие болыңдар. Алаңдамаңыздар, әке, деді Эльмира. Мирас үнсіз бас изеді. Үлкендер кеткен соң үйдің іші бірден тым-тырыс болып қалды. Әдетте енесінің дауысы, қайнатасының теледидар көріп отырғаны естілетін кең үй бүгін ерекше бос көрінді. Кешке қарай Эльмира ас дайындап жүрді. Мирас, келіңіз, тамақ суып кетеді. Қазір. Екеуі дастархан басына қарама-қарсы отырды. Бірнеше минут үнсіз өтті. Жалғас бүгінде хабарласпады, деді Эльмира ақырын ғана. Жұмысы көп шығар. Иә, бірақ сағынып кеттім. Мирас не айтарын білмеді. Ағам бәрін отбасы үшін істеп жүр. Білемін. Эльмира күлімсіреген болды, бірақ көзіндегі мұңды жасыра алмады. Тамақтан кейін Мирас сыртқа шығып кетті. Аспанды қара бұлт торлапты. Бірер минуттан соң жаңбыр құйып берді. Эльмира кір жайып қойғанын есіне түсіріп, аулаға жүгіріп шықты. Ойбай, жел күшейіп, жайылған көрпелерді жұлып әкеткелі тұр екен. Мирас та жүгіріп келді. Мен көмектесейін. Екеуі үнсіз жүріп кірлерді жинай бастады. Кенет күн күркіреп, майзағай жақ кетті. Эльмира селк етіп, қолындағы себетті түсіріп алды. Қорқып кеттіңіз бе? Бала кезінен майзағайдан қорқамын. Мирас алғаш рет күлімсіреді. Онда үйге кірейік. Екеуі ішке енгенде жарық бірден сөніп қалды. Электр өшті ғой. Үй іші қараңғылыққа малынды. Эльмира ас үйден май шам тауып әкелді. Шамның әлсіз жарығы қабырғаға екеуінің көлеңкесін түсіріп тұрды. Осындай тыныштықта олар бұрын сонды болмаған ұзақ әңгімеге кірісті. Балалық шақтарын еске алды, армандарын айтты. Мирас алғаш рет жүрегін ашып сөйледі. Менің де қалаға кеткім келген, бірақ әке-шешемді жалғыз қалдырғым келмеді. Сол үшін қалдыңыз ба? Иә. Эльмира басын изеді. Сіз жақсы адамсыз, Мирас. Осы 4 сөз оның жүрегін бұрынғыдан бетер мазасыз етті. Бірақтан кейін жаңбыр саябырсыды. Мен ұйықтайын, деді Эльмира орнынан тұрып. Жақсы, жеңге. Ол бөлмесіне кіріп кеткен соң Мирас жалғыз отырып қалды. Бүгінгі әңгімеде артық болды. Ертеңнен бастап тағы да арақашықтық сақтауым керек. Ол мұны шын көңілімен қалады. Бірақ тағдыр кейде адамның ең дұрыс шешім қабылдаған сәтінде ең ауыр сынақты қарсы қояды. Сол түн олардың өмірін өзгертетін түннің дәл алдында тұрғанын екеуі де білмейтін. Түн ортасы ауғанда жаңбыр қайта күшейді. Желдің гуілі терезені тарсылдатып, ауылда қалған шелектерді ауылдар төңкеріп жатты. Электр жарығы әлі қосылған жоқ. Мирас қонақ бөлмесіндегі диванға қисай жатқан, бірақ көзіне ұйқы ілінер емес. Неге дәл бүгін үйде екеуміз ғана қалдық? Ол орнынан тұрып терезені тексермек болды. Дәл сол кезде дәлізден аяқ дыбысы естілді. Эльмира келе жатыр. Қолында май шам. Ұйықтамадыңыз ба? Деді жай ғана. Ұйқым келмеді. Маған да. Бір сәт үнсіз қалды. Сырттағы найзағай жақ етіп, үйдің ішін әп-сәтте жарық қылып жіберді. Эльмира еріксіз селк етіп қабырғаға сүйенді. Кішкентай кезімнен найзағайдан қорқам, деді күлімсіреген болып. Білемін. Шам сөніп қалама деп қорықтым. Уайымдамаңыз, таң атар. Екеуі ас үйге барып шай қойды. Үйдің іші тып-тыныш, шайдың буы ғана көтеріліп тұр. Жалғаспен қалай таныстыңыз? Деп сұрады Мирас, әңгімені басқа арнаға бұру үшін. Эльмира алғаш рет ашылып сөйлей бастады. Университетте оқып жүргенде таныстық. Ол маған 3 жыл бойы сөз салды. Мінезінің кеңдігі ұнады. Ең бастысы, отбасыны бәрінен жоғары қоятын. Ағам сондай адам. Иә, кейде ойлаймын, мен одан артық адамды кездестірмес едім. Бұл сөз Мирастың жүрегіне ауыр тиді. Өйткені ол да соны білетін. Бірнеше минуттан кейін Эльмира күрсініп қойды. Соңғы кезде ол қатты өзгеріп кеткендей.
Бұрын күнде хабарласатын, қазір жұмыстан қол келмейді. Ол сізді жақсы көреді. Білемін, бірақ сағыныш деген қиын екен. Мирас үнсіз басын изеді. Мен де ағамды сағындым. Эльмира оған қарап жымиды. Сіз екеуіңіздің араларыңыз өте жақсы ғой. Ол маған әкемдей болды. Байқалады. Осы сөзден кейін екеуі де үнсіз қалды. Сол үнсіздіктің өзі ауыр еді. Мирас орнынан тұрып: мен бөлмеме барайын. Дәл сол сәтте сырттан қатты тарс еткен дыбыс шықты. Екеуі жалт қарады. Жел ауладағы үлкен бұтақты сындырып, электр сымының үстіне құлатыпты. Эльмира қорыққаннан еріксіз Мирастың қолынан ұстап қалды. Бар болғаны бірнеше секунд. Бірақ сол бірнеше секунд екеуіне де сағаттай ұзақ көрінді. Эльмира қолын дереу тартып алды. Кешіріңіз, қорқып кеттім. Ештеңе етпейді. Бірақ оның даусы бұрынғыдай емес еді. Эльмира төмен қарап: Мирас, соңғы кезде біртүрлі болып жүрсіз. Ол жауап бермеді. Мен байқамайды деп ойладыңыз ба? Мирас керең дем алды. Байқасаңыз, кешіріңіз. Неге кешірім сұрайсыз? Өйткені бұл ойдың өзі дұрыс емес. Эльмира оның не айтқысы келгенін сол сәтте түсінгендей болды. Жүзі бірден өзгеріп кетті. Жоқ, олай айтпаңыз. Мен ештеңе істеген жоқпын. Бірақ соңғы айларда өзіммен өзім күресіп жүрмін. Мирас, айтпаңыз, естігім келмейді. Ертеңнен бастап бәрі бұрынғыдай болады. Мен сізден барынша алыс жүремін. Ағама берген аманатына қиянат жасағым келмейді. Ол сөзін аяқтай сала бұрылып, бөлмесіне кіріп кетті. Ал Эльмира дәлізде жалғыз қалып, көзінен аққан жасты сүртті. Ол да бұл әңгіменің осымен аяқталмағанын жүрегімен сезген еді. Келесі күн екеуі үшін бұрынғыдан да ауыр басталды. Таңертең дастархан басында бір-біріне көзде салмады. Эльмира әдетінше шай құйып, үнсіз ғана ас әзірледі. Мирас тез-тез тамақтанып, жұмысқа кетуге асықты. Балам, бүгін ерте келерсің, деп телефон шалды әкесі. Иә, әке, біз бүгін құдалардың үйінен кеш қайтамыз. Жақсы. Телефонды қойған соң Мирас өзіне өзі күбірледі. Бүгін де. Ол сөзін аяқтай алмады. Күні бойы жұмыстың берекесі болмады. Қолыма алған ісі өнбеді. Әріптесі Еркін: саған не болған? Соңғы кезде ойын басқа жақта жүр деді. Шаршадың. Демалыс ал. Иә. Бірақ Мирас демалыс емес, қашып кетуді ойлап жүргенін ешкім білмейтін. Кешкісін үйге келгенде ауылда Эльмира гүлдерге су құйып жүр екен. Келдіңіз бе? Деді ол сыпайы ғана. Иә. Басқа сөз айтылмады. Екеуі де арақашықтық сақтауға тырысып жүр. Кешкі сағат 7-лер шамасында әкесі телефон шалды. Балам, бүгін түнде келмейтін шығармыз. Құдалар жібермей жатыр. Жарайды, әке. Үйге өздерін қарап бас көз болыңдар. Уайымдамаңыз. Мирас телефонды қойып терең дем алды. Кек бүгін тым өтсе екен. Кешке жаңбыр тағы себелей бастады. Эльмира ас әзірлеп болған соң тамақ дайын деді. Мирас үнсіз келіп отырды. Ас үстінде екеуі де сөйлемеді. Тек сағаттың тықылы ғана естіледі. Бір кезде Эльмира ақын тіл қатты. Кеше айтқандарыңызды көп ойладым. Мирас қасықты үстелге қойды. Ұмытыңыз. Ұмытуға тырыстым. Басқа жол жоқ. Эльмира басын төмен салды. Иә, біраз үнсіздік орнады. Жалғасқа қиянат жасағым келмейді, деді Мирас баяу ғана. О мен үшін тек аға емес, әкемдей адам. Мен де солай ойлаймын. Сондықтан бұдан бұға екеуміз оңаша қалмауға тырысайық. Эльмира басын изеді. Дұрыс айтасыз. Екеуі осы сөзбен әңгімені аяқтағандай болды. Түн ортасына қарай үйдің есігі тарс етіп ашылып кетті. Бауыл күшейіп, жел ілмекті жылып әкеткен екен. Мирас сыртқа жүгіріп шықты. Эльмира да соңынан ерді. Екеуі есікті әрең жапты. Үйге қайта кіргенде үсті бастары су боқ қалған еді. Су киімі Эльмираның денесіне жабысып, мүсінін айқын көрсетіп тұрды. Мирастың көзі оның сұлу мүсініне түсіп, жүрегі дүрсілдеп кетті. Бірден көзін тайдырып әкетті. Суық тиіп қалмасын, деді Эльмира. Киімінді ауыстырып шығайын. Бірнеше минуттан кейін екеуі қонақ бөлмесінде үнсіз отырды. Сыртта жаңбыр толастамай тұр. Үйдің іші тым-тырыс. Осы тыныштық екеуіне бұрынғыдан әлдеқайда ауыр сезілді. Мирас орнынан тұрды. Мен ертең басқа пәтер іздеймін. Эльмира таңырқап қарады. Не үшін? Осы үйден кетем. Сонда ата-анаңызға не дейсіз? Бір сылтау табармын. Бұл мәселені шешпейді. Бірақ ең болмаса күнде сізді көрмеймін. Эльмираның жанарына жас үйірілді. Мирас, бәріне мен кінәлімін бе? Жоқ. Онда неге өзіңізді ғана жазалайсыз?
Өйткені жүрегіме ие бола алмадым. Осы сөзден кейін бөлмені ұзақ үнсіздік басты. Екеуі де өздерінің қандай қауіпті шекараға жақындап қалғанын анық түсінді. Сол түні олар әр бөлмеге кіріп кетті. Бірақ ешқайсысының көзіне ұйқы ілінбеді. Екеуі де бір ғана нәрсені ойлап жатты. Ертең бәрі өзгеруі керек. Алайда кейде адам дәл осылай өзіне уәде бергеннен кейін тағдыр ең ауыр сынағын қарсы қояды. Таң атқанымен үйдің ішіндегі ауыр үнсіздік сейілмеді. Эльмира әдеттегідей ерте тұрып ас үйге кірді. Шайын қойып, нан турап отырса да, ойы сансаққа жүріп кеткен. Кеше неге сонша сөйлестік? Бұрынғыдай арақашықтық сақтасақ болмай ма еді? Осы кезде есік ашылып, Мирас кірді. Қайырлы таң, қайырлы таң. Екеуі бір-біріне тіке қарамады. Мирас шайын тез ішіп, жұмысқа кетуге ыңғайланды. Мен бүгін кеш келем деді қысқа ғана. Жақсы. Эльмира оның әдейі өзін көрмеуге тырысып жүргенін түсінді. Бірақ жүрегінің бір түкпірінде осыған қынжылып қалғанында жасыра алмады. Күн өте ауыр өтті. Кешке қарай аспанды тағы қара бұлт торлады. Күйеуі жалғас телефон соқты. Қалайсың? Жақсымын. Даусың көңілсіз ғой. Сен сағындым. Жалғас жымиып. Мен де. Тағы бір ай шыдашы. Сосын бәрі бұрынғыдай болады. Күтемін. Телефон үзілген соң Эльмира көз жасын сүртіп алды. Мен қандай әйелмін, күйеуім маған сеніп жүр. Мирас сол күні жұмыстан әдеттегіден кеш шықты. Жеңгесіне деген сезіммен қорқып, үйге қайтқысы келмеді. Көлігін ауыл сыртына тоқтатып ұзақ отырды. Ертең-ақ басқа пәтер табамын, осы үйден кекемін, басқа мал жоқ. Бірақ үйге бәрібір қайтуға тура келді. Кешкі 9-дар шамасында электр жарығы қайта сөніп қалды. Жел күшейіп, жаңбыр төпелей жөнелді. Эльмира май шам жағып қойған екен. Тамақ ішіп алыңыз деді. Рахмет. Екеуі үнсіз отырып тамақтанды. Тамақтан кейін Мирас орнынан тұрып. Мен біраз сөйлесейін деп едім. Эльмира үнсіз басын изеді. Ертең көшіп кетемін. Эльмира жалт қарады. Соншалықты қиын болып кетті ме? Иә. Ата-анаңыз не дейді? Бір сылтау айтам. Жалғас ше? Оған да жұмысқа байланысты дермін. Эльмира көзін төмен түсірді. Сонда біз енді кездеспейміз бе? Бұл сұрақты қойғанына өзі де таң қалды. Мирас ауыр күрсінді. Сол дұрыс. Иә. Тағы үнсіздік орнады. Сыртта найзағай сатырлап, терезелерді жаңбыр сабалап тұрды. Эльмира ақырын ғана. Кейде адам өз сезімін өзі таңдамайды екен. Мирас оның сөзін бөліп жіберді. Тоқтаңыз, бұдан әрі айтпаңыз. Мен ештеңе талап етіп тұрған жоқпын. Бірақ бұл әңгіменің соңы жақсы болмайды. Білемін. Ағамның маған сеніп кеткені көз алдынан кетпейді. Эльмираның жанары жасаурап кетті. Мен де күнде соны ойлаймын. Екеуі бір-біріне қарады. Бұл жолы көздерін тайдыра алмады. Ұзақ үнсіздік. Екеуінің де жүректері дүрсілдеп тұр. Сол үнсіздіктің ішінде айтылмаған қаншама сөз, қаншама өкініш жатқандай еді. Ақыры Мирас басын шайқады. Мен кетейін. Егер бүгін кетсеңіз, енді ешқашан сөйлесе алмайтын шығармыз. Мирас көзін жұмып терең дем алды. Мүмкін сол дұрыс шығар. Осы сәтте Эльмира жылап жіберді. Мен өзімді түсінбей қалдым. Мирас қайта бұрылды. Ол бер сәтке ғана Эльмираға қарады. Эльмира көз жасын тыя алмай, керезе алдына барып тоқтады. Сыртта жаңбыр сіркіреп тұр. Үйдің ішіндегі үнсіздік екеуіне де тыныс алдырмай бара жатқандай. Мирас, деді ол сыбырлай. Мирас басын көтермеді. Мен бүгінгі әңгімеден кейін өзімді кешіре алмай отамын. Мен де, деді ол ауыр күрсініп. Сондықтан осы жерден кетуім керек. Эльмира оның соңғы сөзіне селк ете қалды. Сонда енді бәрі осымен бітті ме? Басқа жол жоқ. Ол бұрылып есікке қарай жүрді. Бірақ дәл табалдырыққа жеткенде тоқтап қалды. Артынан естілген әлсіз жылаған дауыс аяғын байлап тастағандай болды. Эльмира орындыққа отырып, бетін алақанымен жауып алған. Мен мұндай жағдайға қалай жеткенімізді түсінбеймін. Кеше ғана бәрі дұрыс еді ғой. Мирас көзін жұмды. Ол қайтып бұрылмауға қанша тырысса да, жүрегі оған бағынбады. Екеуінің арасына үнсіздік қайта орнады. Бұл үнсіздік сөзден де ауыр еді. Олар бір-біріне жақындап келгенде сезімдеріне ерік берді. Ешқайсысы жеңіс сезінген жоқ. Керісінше, сол сәтте-ақ өздерінің өте қауіпті шекарадан аттап бара жатқанын іштей сезді. Сыртта найзағай жарқ етті. Үй ішін бір сәтке аппақ жарық нұрландырып өтті де, қайтадан қараңғылық басты. Сол қараңғылықта олар әлсіздікке бой алдырды.
Екеуі де өшіп тұрған сезімге қарсы тұра алмады. Бұл махаббаттың салтанаты емес еді. Бұл сағыныш, жалғыздық, ішкі арпалыс пен бір сәттік әлсіздіктің салдары болатын. Екеуі де сол сәттің ертең өздерінің ғана емес, бүкіл әулеттің тағдырын өзгертіп жіберетінін білген жоқ. Олар сол түні өмір бойы өкінетін үлкен қателік жасады. Екеуі де бір ғана нәрсені анық түсінді. Кеше түнді кері қайтара алмайтын еді. Ал енді олардың алдында одан да ауыр сынақ күтіп тұрғанын ешқайсысы білмейтін. Таңғы күннің алғашқы сәулесі перизеден сығалай бастағанда Эльмира көзін ашты. Бөлменің іші тым-тырыс, бірақ оның жан дүниесінде дауыл тұрғандай еді. Кеше түнгі болған оқиға самасында қайта-қайта жаңғырып жүрегін қысып барады. Бұл түс шығар. Ол өзін солай жұбатқысы келді, бірақ бәрі шындық екенін бірден түсінді. Эльмира екі қолымен жүзін басып үнсіз жылап жіберді. Аллау, мен не істедім? Ол ешқашан жауғасқа опасыздық жасаймын деп ойламаған. Керісінше, күйеуін шын сүйетін, сол үшін өзін бұрынғыдан бетер жек көрді. Ал Мирас түні бойы көзілмеген еді. Ол таң атпай аулаға шығып кеткен. Үйдің алдындағы орындықта үнсіз отыр. Қолындағы шай әлде қашан суып қалған. Ағам кеше ғана телефонмен саған сенемін деді. Осы сөз оның құлағынан кетпейтін. Мен қандай інімін? Өзіне өзі сұрақ қойды. Жауап таба алмады. Эльмира ас үйге шыққанда екеуінің көзі түйісіп қалды. Бірақ бір секундқа ғана. Екеуі де бірден жанарын тайдырып әкетті. Бұрынғыдай. Қайырлы таң деген сөзінің өзі айтылмады. Тек шайнектің қайнаған дыбысы ғана естіліп тұрды. Эльмира үнсіз шай құйды. Мирас үнсіз отырып ішті. Бұл үнсіздік екеуіне де азап еді. Бір кезде Мирас орнынан тұрды. Эльмира. Бұл оның алғаш рет жеңгесінің атматау еді. Өзі де соны байқап, бір сәтке тоқтап қалды. Кешіріңіз, жеңге. Эльмираның жанарына жас үйірілді. Ештеңе демеңіз. Жоқ, айтуым керек. Ол ауыр күрсінді. Кеше болған нәрсеге толықтай мен жауаптым. Жоқ, тыңдаңыз. Екеуміз де кінәліміз. Жоқ, мен өзімді тоқтатуым керек еді. Эльмира басын шайқады. Өзімізді ғана кінәламаңыз. Мен де әлсіздік таныттым. Екеуі тағы үнсіз қалды. Бірнеше минуттан кейін Мирас батылдан сөйледі. Бұл туралы ешкім білмеу керек. Эльмира көз жасын сүртті. Әрине. Жалғас ешқашан білмеу тиіс. Ол білсе, өмірі күйрейді. Әке мен анамыз да мұны көтере алмайды. Эльмира ақырын ғана басын изеді. Мен бүгіннен бастап сізге бұрынғыдай тек қайным ретінде қараймын. Мен де. Екеуміз оңашаға молға тырысайық. Е, кеше болған нәрсе енді ешқашан қайталанбайды. Ешқашан. Осы сөздерді айтқанмен екеуі де өз дауыстарынан сенім сезбеді. Түске қарай Жалғас телефон шалды. Эльмира телефонға күлімдеп жауап беруге тырысты. Сәлем жаным. Даусым біртүрлі ғой. Аздап басым ауырып тұр. Ауырып қалдым ба? Жоқ, шаршаған шығармын. Демал, мен сені қатты сағындым. Эльмира көз жасын әрең ұстап тұрды. Мен де. Сен жылап тұрсың ба? Жоқ, жай ғана сені сағындым. Тағы бір ай ғана қалды. Сосын қастарындамын. Телефон үзілгенде Эльмира өзін ұстай алмай орындыққа отыра кетті. Көзі жасы тамшылап дастарханға төгіліп жатты. Сол сәтте есіктің алдында тұрған Мирас бәрін көріп тұр еді. Бірақ ол ештеңе айта алмады. Өйткені Эльмираның әрбір көз жасы оның өз жүрегіне де пышақ болып қадалып жатқандай еді. Ал дәл сол сәтте ешкім күтпеген адам олардың әңгімесін сырттан естіп тұрғанын екеуі де байқамады. Эльмира телефонды үстелдің үстіне қойып, көз жасын сыртып үлгергенше сырттан қақпасы қырылады. Біреу келді-ау, деді ол асығыс ормандырып. Есікті ашса, көрші апай тұр екен. Қызым, анаң сүт жіберіпті, жолын түсіп еді, ала келдім. Рахмет апа, кіріңіз. Жоқ, асығыптым. Көрші кетіп қалған соң ғана Эльмира терең тыныс алды. Құдайға шүкір. Бір сәтке өзін біреу бәрін естіп қойғандай сезінген. Сол күннен бастап үйдің іші өзгеріп кеткендей болды. Бұрын ас үстінде әзіл айтылып, шай ұзақ ішілетін, енді бәрі қысқа. Эльмира дастарханды жаяды. Мирас үнсіз келіп тамақтанады. Бір-біріне тек қажет сөздерді ғана айтады. Манала келесіз бе? Жақсы. Шай ішесіз бе? Жоқ, рахмет. Сөйтіп әркім өз бөлмесіне кіріп кетеді. Бұл үнсіздіктің ауырлығын екеуі ғана сезетін. Бір күні кешке Мирас жұмыстан келе жатқанда
Аудың шетіндегі дүкенге соқты. Сатушы әйел күлімдеп: «Ей, Мирас, үйленетін кезің болды ғой. Анан кешеде айтып кетті», деді. Мирас жымиған болды. «Бұйырса». «Келіндерім жақсы. Эльмира деген қыз өте ибалы екен». Жалғасқа бағы ашылыпты. Осы сөзді естігенде оның жүрегі шымете қалды. «Иә, жақсы жан. Осындай келін әр шаңыраққа бұйыра бермейді». Мирас үнсіз дүкеннен шығып кетті. Дәл сондықтан менің жасағаным кешірілмейді. Кешкісін Жалғас тағы хабарласты. Бұл жолы бейне қоңырау еді. Эльмира телефонды көтергенде Жалғастың жүзі күлімдеп тұр екен. «Сені көрмегелі жүдеп кетіпсің ғой. Ұйқым дұрыс болмай жүр. Жұмысты қойып өзіңді күт». Сол кезде Жалғас: «Мирас қайда?» деп сұрады. «Аулада. Шақыршы». Эльмираның жүрегі дүрсілдеп кетті. «Қазір». Мирас ішке кірді. «Ассаламағалейкум аға». «Уағалейкум ассалам інім. Қалайсың?» «Жақсы». «Түрің бір түрлі екен». «Шаршадым». Жалғас күліп қойды. «Екеуіңнің де түрлерім шаршаңқа. Мен жоқта үйдің бар жұмысын істеп жүрген шығарсыңдар». Бұл сөзден кейін екеуі де үнсіз қалды. Жалғас олардың үнсіздігін аңғарды. «Не болды? Ұрысып қалдыңдар ма?» «Жоқ», деді Эльмира асығыс. «Жоқ аға», деді Мирас қатарласа. Жалғас сәл таңырқап қалды. «Жарайды. Ең бастысы бәрін аман болыңдар». Қоңырау аяқталған соң Мирас телефонға ұзақ қарап отырды. Ол бізде әлі де сенеді. Эльмираның көзіне жас келді. «Осы сенімнің алдында өзімді күнде жоғалтып барамын». Келесі күні ене мен қайната ауылға оралды. Бірақ енесі табалдырықтан аттай сала бір нәрсені сезгендей болды. «Не болды сендерге?» «Ештеңе, ана», деді Эльмира. «Жоқ, үйдің берекесі өзгеріп біткендей». Қайнатасы да үнсіз бақылап отырды. Кешкі шай үстінде ол Мирасқа қарап: «Балам, бұрын Эльмирамен әзілдесіп отыратын едің. Қазір неге екеуің бір-бірінен қашасыңдар?» Мирас қолындағы кесесін әрең ұстап отырды. «Ештеңе болған жоқ, әке». Эльмира да басын көтермеді. Екеуі жауап бергенімен, екеуінің де даусындағы қобалжуды енесі анық сезді. Сол түні ол күйеуіне сыбырлап: «Менің ана жүрегім алдамайды. Бұл үйде біз жоқта бір нәрсе болған сияқты». Қайнатасы оның сөзін бірден жоққа шығарды. «Жоқ, олай ойлама. Бәрі дұрыс шығар». Бірақ дәл сол сәтте үйдің екінші бөлмесінде Мирас чемоданын жинап жатқан еді. Ол ертең таң ата салысымен бұл үйден бір жола кетуге бел буған болатын. Таң енді ғана ағарып келе жатқан. Үйдің іші әлі ұйқы құшағында. Кек Мирас қана ояу еді. Бөлмесінің ортасында тұрған ескі чемоданына бірнеше жейдесін, құжаттарын салып болды. Әр затты қолына алған сайын балалық шағы осы үйде өткен күндері көз алдына келе берді. «Кешір аға», деп күбірледі ол өзіне. Ол үн-түнсіз кетіп қалуды ойлаған, бірақ дәл есікті аша бергенде артынан әкесінің даусы естілді. «Қайда жиналып жатырсың, балам?» Мирас селк ете қалды. Әкесі таңғы намазға тұрған екен. «Әке, мен...» «Чемоданың не?» «Қаладан жұмыс тауып едім». «Кеше ғана таптың ба?» «Иә». Әкесі үнсіз біраз қарап тұрды. «Расын айт». Мирас жауап бере алмады. «Сен туғанынан бері өтірік айтқанда көзім төмен қарайтын. Қазір де солай тұрсың». Мирас ернін тістеп қалды. «Ештеңе болған жоқ, әке. Өзімді сынап көргім келеді». Қайнатасы иығына қолын қойды. «Егер өз бақытыңды іздеп бара жатсаң, жолыңды бөгемеймін. Бірақ бір қиындықтан қашып бара жатсаң, қайда барсаң да артыңнан ереді». Бұл сөз Мирастың жүрегіне ауыр тиді. «Ойланып көр, балам». Әкесі сыртқа шығып кеткен соң, Мирас чемоданын қайта ашты. Киімдерін қайтадан шкафқа іле бастады. «Қашып кетсем де, болған нәрсе өзгермейді». Сол күні түстен кейін Жалғас күтпеген жерден телефон соқты. Дауысы көңілді емес еді. «Эльмира, бір нәрсе айтайын деп едім». «Иә?» «Іс сапарым қысқарды». Эльмираның жүрегі бір сәт тоқтап қалғандай болды. «Қалай?» «Келесі аптада үйге қайтамын». «Ерте ме?» «Иә, жұмысты бітіріп қойдық». Телефонның ар жағынан оның қуанышты күлкісі естілді. «Сағындым сендерді». Эльмира еріксіз көзін жұмды. «Біз де, әсіресе сені». Телефон үзілген соң ол орындыққа отырып қалды. Қолы дірілдеп тұр. Жалғас келеді. Осы сәттен бастап ол күн сайын қорқынышпен өмір сүретінін түсінді. Кешкісін Мирас үйге келгенде Эльмира алғаш рет өзі сөз бастады. «Жалғас келесі аптада келеді екен». Мирас үнсіз қалды. «Білемін. Ол ештеңе сезбей ме?» «Білмеймін». «Біз бұрынғыдай бола аламыз ба?» Мирас біраз ойланып тұрды. «Міндеттіміз.
Ал егер байқап қойса, онда бәрі бітеді. Бұл сөзді айтқанда оның дауысы қарлық кетті. Келесі күндері екеуі барымша табиғи көрінуге тырысты. Эльмира бұрынғыдай күліп сөйлеуге күш салды. Мирас та дастархан басында әзіл айтуға тырысты, бірақ бәрі жасанды еді. Ең кішкентай үнсіздік те олардың ішкі қорқынышын байқатып қоятын. Ақыры Жалғастың келетін күні де жетті. Үй іші таңнан бері қарбалас. Енесі бауырсақ пісіріп жатыр. Қайнатасы қой соямын деп көршіге кеткен. Эльмира ас үйде жүргенімен қолынан бәрі түсіп кете береді. «Қызым, саған не болды?» деді енесі. «Ештеңе, аздап шашадым». Сол кезде ауладан көлік сигналы естілді. «Жалғас келді» деп қуанып кетті енесі. Эльмираның жүрегі тарсылдап қоя берді. Ал Мирас есіктің алдында қатып қалғандай тұрды. Көліктің есігі ашылды. Жалғас күлімдеп үйге қарай бет алды. Бірақ табалдырықтан аттай бере, оның жүзі өзгеріп кетті. Ол бір сәт Эльмираға, бір сәт Мирасқа қарап қалды. Тәжірибелі адамның көзі кейде сөзден бұрын сезеді. Жалғас ештеңе айтпады, бірақ дәл сол алғашқы секундтақ олардың арасындағы көзге көрінбейтін өзгерісті жүрегі сезіп қойған еді. Жалғас үйге кірген бойда алдымен анасын құшақтады. «Амансыздар ма? Келдім бе қарағым?» деп анасы көз жасын сыртып жатыр. Әкесі де баласының арқасынан қағып, «Аманмысың балам?» деді. Көттен күткен қауышу еді. Тек Эльмира ғана орнынан қозғала алмай тұрды. Жалғас оған жақындап, күлімсіреп құшақтағысы келді. Эльмира да еріксіз құшағына енді. Бірақ Жалғас бірден әйелінің дірілдеп тұрғанын сезді. «Не болды? Ауырып жүрсің бе?» «Жоқ, сені қатты сағындым. Дауысың біртүрлі ғой. Жол шаршатты ғой сені. Жүр, шай дайын», деп әңгімесін басқа жаққа бұрып жіберді. Жалғас үндемеді. Кешкі ас үстінде бәрі бұрынғыдай көрінуге тырысты. Әкесі сапар жайын сұрады. Анасы көрші қолаңның жаңалығын айтып отырды. Тек Мирас қана аз сөйлеп, басын төмен салумен болды. Жалғас мұны байқамай қалмады. «Әй, інім, не болып кеткен саған?» «Ештеңе. Бұрын сен ең көп сөйлейтін едім. Шаршап жүрмін. Әлде жұмыс ауырлап кетті ме?» «Иә». Жалғас оның көзіне тіке қарады. Мирас жанарын тайдырып әкетті. Осы кішкентай ғана қимыл Жалғастың көңіліне күдік ұялатты. Түнде ерлі зайыптылар бөлмесіне кірді. Жалғас төсектің шетіне отырып, «Эльмира». «Иә, мен жоқта бәрі жақсы болды ма?» «Әрине. Ешқандай қиындық болған жоқ па?» «Болған жоқ. Мирас екеуім ұрсып қалған жоқсыңдар ма?» Эльмираның жүрегі атқақтап кетті. «Жоқ, неге олай сұрадыңыз?» «Білмеймін». Жалғас біраз үнсіз отырды. «Екеуің де өзгеріп кеткен дейсіңдер. Сізге солай көрінген шығар?» «Мүмкін». Ол әйелінің қолынан ұстамақ болды. Эльмира еріксіз қолын тартып алды. Екеуі де аңғармай қалды, бірақ Жалғас аңғарды. «Эльмира». «Иә, сен менен бірдеңе жасырып жүрген жоқсың ба?» Эльмира алғаш рет күйеуінің көзіне тіке қарай алмады. «Жоқ». Жалғас терең күрсінді. «Онда жақсы». Бірақ оның көңілі жайланбады. Келесі күні таңертең Жалғас ауылда көлігін қарап жүрген. Сол кезде көрші Қанат келіп амандасты. «Әй, Жалғас, келіп қапсың ғой?» «Иә, жұмысың қалай?» «Жақсы». Біраз әңгімеден кейін Қанат ойланбай айтып қалды. «Сен жоқта Мирас пен Эльмира үйдің барлық шаруасын бірге істеп жүрді. Бір-біріне жақсы сүйеу болды». Жалғас жымиған болды. «Солай ма?» «Иә, Мирас та үйден шықпай қалып еді соңғы кезде». «Иә, бұл сөздің өзінде ешқандай жаман мағына жоқ еді. Бірақ күдік кірген жүрек бәрін басқаша қабылдай бастайды». Кешке Жалғас ескі альбом іздеп жүріп, қонақ бөлмедегі шкафты ақтара бастады. Сөренің түбінде шағын дәптер жатқан. Мынау не екен? Ол дәптерді ашып қалды. Алғашқы беттерінде азық-түлік тізімі жазылған. Келесі бетінде бір ғана сөйлем тұр екен. Жазуды көрген сәтте Жалғастың жүрегі зу ете қалды. «Алла бізді кешірсін». Астында күн көрсетілген. Дәл өзі іс-сапарда жүрген уақыт. Жалғас дәптерді баяу жапты. «Бұл не?» Ол өз-өзін сабырға шақырғысы келді. Жоқ, мүмкін басқа нәрсеге байланысты шығар. Бірақ әлгі бір ғана сөйлем оның санасынан кетпей қойды. Сол түні Жалғас ұйықтай алмады. Ал дәл сол сәтте басқа бөлмеде Мирас та кірпігін айқастыра алмай жатқан еді. Екеуі де бір нәрсенің жақындап келе жатқанын сезгендей болатын. Бірақ оның бүкіл әулеттің тағдырын төңкеріп жіберетінін әлі ешкім білмеді.
Дәптердегі жалғыз сөйлем. Жалғастың санасынан шықпай қойды. Алла бізді кешірсін. Түні бойы көз ілмеді. Біресе төбеге қарап жатады. Біресе жанында ұйықтап жатқан Эльмираға көз тастайды. Жоқ, мен артық ойлап жатқан шығармын. Өзін қанша жұбатқысы келсе де, көңілі орнына түспеді. Ертеңіне таңертең бәрі бұрынғыдай тіршілікке кірісті. Эльмира ас үйде жүр. Анасы бауырсақ пісіріп жатыр. Әкесі аулада. Ал Мирас жұмысқа кетуге қамданып жатқан. Жалғас бәрін сырттай бақылап отырды. Бұрын байқамаған нәрселер енді көзіне анық көріне бастады. Эльмира Мирасқа шай құйып бергенде, олардың көздері бір сәтке түйісті. Екеуі де сол мезетте жанарын тайдырып әкетті. Бұл қарапайым ғана сәт еді, бірақ күдікке берілген адам үшін ол да үлкен белгі болып көрінді. Күндіз Жалғас қалаға шаруамен шығып кетті. Жол бойы ойынан ештеңе кетпеді. Ақыры бұрыннан араласатын досы Саматқа кірді. Самат оның көңілсіз отырғанын байқап: "Не болды? Іс-сапардан келген адамға ұқсамайсың ғой." Жалғас біраз үнсіз отырып қалды. "Самат, адамның жүрегі алдай ма?" "Неге олай сұрақ тусын?" "Білмеймін. Үйде бір нәрсе өзгерген сияқты." Самат жымиып қойды. "Бәлкім, өзің көп ойлайтын болып кеткен шығарсың." "Солай болса екен." Кешке үйге қайтып келе жатқанда Жалғастың телефоны шырылдады. Бейтаныс нөмір. "Тыңдап тұрмын." Телефонның ар жағынан ер адамның бәсең дауысы естілді. "Жалғас, мен саған бір нәрсе айтуым керек." "Сіз кімсіз?" "Атым маңызды емес." "Не айтқыңыз келеді?" "Әйелің мен ініңе көзіңді ашық қара." Жалғас жүріп келе жатып тоқтап қалды. "Не деп тұрсыз?" "Артық ештеңе айта алмайын, бірақ сен жоқта олар тым жақын болып кетті." "Өтірік." "Сенбесең, өзің бақыла." Телефон үзіліп кетті. Жалғас қайта қоңырау шалмақ болды, бірақ әлгі нөмір бірден өшіріліпті. Үйге кергенде оның қабағы қатулы еді. Эльмира бірден байқап қалды. "Не болды?" "Ештеңе." "Біреу ренжітті ме?" "Жоқ." Ол қысқа жауап беріп, бөлмесіне кіріп кетті. Эльмираның жүрегі тағы да мазасыздана бастады. Сол түні Жалғас ұйықтамады. Түн орта сауғанда жайлап орнынан тұрды. Ас үйге су ішуге шыққандай болды, бірақ оның шын мақсаты басқа еді. Ол Мирастың бөлмесіне қарай ақан жүрді. Есік толық жабылмаған екен. Ішке көз салды. Мирас төсегінде отыр екен. Қолында ескі сурет. Жалғас бірден таныды. Бұл олардың бала күнгі түскен суреті болатын. Мирас суретке ұзақ қарап отырып: "Кешір мені аға", деп сыбырлап жіберді. Жалғас бұл сөзді анық естіді. Оның жүрегі мұздап кеткендей болды. Неге кешірім сұрап отыр? Ол үндемей өз бөлмесіне қайта кірді. Енді күдік оның жанын толық билеп алған еді. Бірақ күдік әлі дәлел емес. Ал шындықтың өзі келесі күні күтпеген жерден өз аяғымен келетінін Жалғас та, Мирас та, Эльмира да білмейтін. Таң атты, бірақ бұл таң кешегілерден өзгеше еді. Жалғас түн бойы көзінмеді. Көңіліне кірген күдік енді тыныштық бермейтін болды. Бірде өзін тоқтатқысы келеді, бірде бәрін анықтап алмайынша тынышталмаймын деп шешеді. Таңғы ас үстінде бәрі әдеттегідей отырғанымен ешкімнің тәбеті болмады. Әкесі ғана. Бүгін қойды жайлауға шығарып келу керек деп әңгіме бастады. Ешкім үн қатпады. Жалғас көз қиығымен Эльмира мен Мирасты бақылап отырды. Екеуі де бір-біріне қарамауға тырысатын сияқты. Бірақ дәл сол тырысқандары оның күдігін бұрынғыдан да күшейтіп жіберді. Түстен кейін әкесі мен анасы көрші ауылдағы көңіл айтуға кетті. Үйде тағы да үшеуі ғана қалды. Жалғас осы сәтті күткендей еді. "Мирас, бері келші", деді салқын үнмен. Мирас ағасының жүзіне қарап бір жайсыздықты сезді. "Не болды аға?" "Аулаға шығайық." Екеуі алма ағашының түбіне барып тоқтады. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын Жалғас тура сұрады: "Мен жоқта не болды?" Мирас үнсіз қалды. "Ештеңе болған жоқ. Көзіме қарап айт." Мирас жанарын төмен түсірді. "Айттым ғой." "Өтірік айтпа." Жалғас алғаш рет дауысын көтерді. "Кеше түнде сенің 'кешір мені аға' деген сөзіңді естідім." Мирас селк ете қалды. Оның үстіне біреу телефон шалып, сендер туралы ескертті. Мирас үнсіз тұр. "Айт, не болды?" "Айт деймін." Жалғас оның жағасынан ұстап алды. "Мен саған өмір бойы сендім. Әкем жоқ кезде әкем болдым. Қолынан жетектеп мектепке апардым. Оқуыңа ақша жинадым. Сен үшін төбелестім. Сонда сен маған осылай қайтардың ба?" Мирастың көзінен жас шығып кетті. Ол бұдан әрі өтірік айта алмады. "Аға, не болды?"
Ұзақ үнсіздіктен кейін оның ерні әрең қимылдады. Біз қателестік. Осы екі сөз Жалғастың төбесінен жай түскендей болды. Не дедің? Бір-ақ рет болды. Үндеме. Жалғас ашуға булығып інісін итеріп жіберді. Өтірік деп айт. Бұл шындық. Жоқ. Ол Мирастың бетінен жұдырығымен бір салып жіберді. Мирас қарсыласқан жоқ. Кешір мен аға. Сен енді маған аға деме. Жалғас қайта жұдырық жұмсады. Мирас жерге құлап түсті. Бірақ орнынан тұрып тағы да. Кінә менде. Эльмираны жазалама. Әлі оны қорғайсың ба? Соп сәтте сырттан жүгіріп Эльмира шықты. Тоқтаңыздар. Ол Жалғастың қолынан ұстай алды. Болды. Жалғас әйелінде жалт қарады. Демек, бәрі рас болғаны ғой. Эльмира үнкетсіз жылаттырды. Сол үнсіздік бәрінен де ауыр жауап болды. Жалғас әйеліне сенбей тағы бір рет сұрады. Айт, өтірік те. Эльмира көз жасын сыртып, кешіріңіз, деді әрең. Жалғас бір қадам артқа шегінді. Ол дәл осы сәтте отбасының бұрынғы қалпына енді ешқашан келмейтінін түсінді. Үйдің іші үнсіз қалды. Ал аулада тұрған ескі алма ағашының жапырақтарын жел баяу ғана тербетіп тұрды. Сол сәтте қақпаның сыртынан әкесінің даусы естілді. Балалар, біз келдік. Үшеуі де бір-біріне қарады. Енді бұл шындықты жасырып қалу мүмкін емес еді. Қақпа ашылып, әкесі мен анасы аулаға кірді. Бірақ оларды әдеттегі тыныштық емес, ауыр көрініс қарсы алды. Мирас жерге сүйеніп отыр. Ерінен қан ағып тұр. Жалғас жұдырығын түйіп, демін әрең алып тұр. Эльмира көз жасын тыя алмай екеуінің ортасында қалған. Не болды мұнда? Деп әкесі қатқыл дауыспен сұрады. Ешкім жауап бермеді. Жалғас, не болды деймін? Жалғас әкесіне бұрылды. Дауысы қарылап шықты. Әке, бізге кешірім жоқ. Анасы шошып кетті. Балам, не айтып тұрсың? Жалғас көз жасын әрең тоқтатып. Эльмира, екеуі. Сөзін аяқтай алмады, бірақ бәрі түсінікті еді. Анасының өңі бозарып кетті. Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Ол Эльмираға үмітпен қарады. Қызым, айтшы, өтірік екенін айтшы. Эльмира тізерлеп отыра кетті. Ана, кешіріңіз. Осы бір ауыз сөз анасының жүрегін қақ айырғандай болды. Ол артына бір қадам шегінді. Сен бізге қыздай болып едің ғой. Әкесі ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Жүзі тастай қатып кеткен. Сосын баяу ғана Мирасқа қарады. Рас па? Мирас басын көтере алмады. Иә, әке. Сол сәтте әкесі оның бетіне алғаш рет шапалақ тартты. Сен менің ұлым емессің. Аулада өлі тыныштық орнады. Әкесінің көзінен алғаш рет жас ақты. Мен сендерді адал болсын деп тәрбиеледім, бір-біріңе сүйеу болсын деп өсірдім. Ал сендер бір шаңырақтың берекесін өз қолдарыңмен бұздыңдар. Мирас үнсіз жылады. Қарсақты алуға батылы жетпеді. Әке, кінәнің бәрі менде. Үндеме, деді әкесі. Екеуің де кінәлісіңдер. Жалғас үнсіз ғана әйеліне қарап тұрды. Неге? Деді ақырын ғана. Мен саған не жетпедім? Эльмира көз жасына тұншығып. Сенен ештеңе кем болған жоқ. Кінә өзінде. Онда неге? Жауабын өзінде білмеймін. Жалғас басын шайқады. Енді іздеудің де қажеті жоқ. Ол бөлмеге кіріп кетті. Бірнеше минуттан кейін Эльмираның чемоданын көтеріп шықты. Үндеместен оны табалдықтың алдына қойды. Осы үйден кет. Эльмира жылап жіберді. Бір рет кешірші. Жоқ. Жалғас, мен үшін сен бүгін өлдім. Эльмира еңкейіп енесінің аяғына жығылды. Ана, кешіріңіз. Анасы көз жасын сүртіп. Қызым, мен сені жақсы көрдім. Бірақ бүгін жүрегім сынды. Бар, Алла алдынан жарылғасын. Эльмира үнсіз чемоданын алып қақпаға қарай жүрді. Бірде-бір адам оны тоқтатпады. Қақпа жабылғанда үйдің ішінде тағы да ауыр үнсіздік орнады. Бірақ бәрі аяқталмаған еді. Әкесі енді Мирасқа бұрылды. Ал сен? Мирас үнсіз тұрды. Сен де бұл үйде енді тұрмайсың. Әке, бүгіннен бастап өз күніңді өзің көр. Мирас көз жасын сүртіп бөлмесіне кірді. Шағын сөмкесіне бірнеше киімін ғана салды. Есіктен шығарда бала күнінен үлеуе тұрған отбасының суретіне ұзақ қарады. Суретте төртеуі күліп тұреді. Әкесі, анасы, Жалғас, өзі. Сол бақытты күндердің енді ешқашан қайтып келмейтінін ол анық түсінді. Үйдің табалдырығынан аттап шыққанда
Артына бұрылып қарауға да батылы жетпеді. Сол күні бір шаңырақтан екі адам кетті. Бірі келін, бірі кенже ұл. Ал шөйдің берекесі де екеуімен бірге кеткендей еді. Эльмира ауылдың шетіне дейін қалай жеткенін өзде аңғармады. Қолында бір ғана чемодан, көзінен жас тоқтар емес. Ардында қалған үйге бір рет бұрылып қарады. Сол шаңыраққа келін болып түскен күні қандай бақыт деді. Енесінің ақ жаулығы, қайнатасының ақ батасы, жалғастың қуанышы, мирастың жеңге деп сыйлап сөйлегені, бәрі бір сәтте өткен өмірге айналғандай болды. Мен бәрін өз қолыммен құрттым, деп күбірледі ол. Сол түні Эльмира аудан орталығындағы шағын қонақ үйге орналасты. Бөлме тар болғанымен оған бәрібір еді. Төсекке отырған бойда телефонын қолына алды. Экранда жалғастың екеуі түскен суреті тұр. Көзінен тағы жас парлап кетті. Телефондағы барлық суреттерді қарап шықты. Тойдағы суреттер, бақытты күндер, туған күндер. Әр сурет жүрегін түргілеп бара жатты. Ақыры телефонын құшақтап, таңға дейін жылап шықты. Ал Мирас ауылдан шығып кеткен соң, бұрын бірге оқыған досы Нұрдәулеттің үйіне барды. Есікті ашқан досы оның түрін көріп ақ шошып кетті. «Әй, саған не болған? Мирастың ерні жарылған, беті көгеріп кеткен еді». «Аздап, ағамен сөзге келіп қалдық». «Кір». Нұрдәулет ештеңе сұрамады, шай құйып берді. Біраз уақыттан кейін ғана. «Қаласаң, осында тұра тұр, асықпа». Мирас үнсіз ғана басын изеді. Ол болған жайды айтуға батылы жетпеді. Ал жалғас. Ол өз бөлмесінде жалғыз отыр еді. Эльмираның шкафының есігі ашық қалыпты. Ішінде бұрын үлі-үлі тұратын көйлектер жоқ. Тек бір орамал ғана қалып қойған. Жалғас сол орамалды қолына алды. Көз алдына алғаш танысқан күндері елестеді. Эльмираның ұялған күлкісі. Тойдағы ақ көйлегі. Мен осы әйел үшін бәріне дайынмын деген кезі. Ол орнынан атып тұрып, орамалды еденге вақтырып жіберді. «Неге?» Даусы үйдің ішін жаңғыртты, бірақ жауап беретін ешкім жоқ еді. Келесі күні таңертең ауыл іші гу-гу әңгімеге толды. Біреу: «Жалғас пен Эльмира айырылысыпты екен», десе енді бірі: «Келін ата-анасының үйіне кетіпті», деп әртүрлі болжам айтты. Шындықты ешкім білмейтін. Әке-шешесі де ешкімге тіс жармады. Тек отбасылық мәселе деп қысқа қайыратын. Бір апта өтті. Эльмира қаладан шағын бір бөлмелі пәтер жалдады. Жұмыс іздей бастады. Ақыры тігін цехына жұмысқа орналасты. Таңертеңнен кешке дейін тігін машинасының басында отырады. Жұмыстан келгенде жалғыз бөлмеге кіріп үнсіз отыратын. Жалғасқа қоңырау шалуға қанша оқталса да батылы жетпейтін. Ол мені ешқашан кешірмейді. Ал Мирас күн сайын өзін кінәлаумен болды. Босының үйінде ұзақ тұруға ұялып, құрылысқа жұмысқа орналасты. Таңнан кешке дейін ауыр жұмыс істейді. Кешке шашап құлағағанмен ұйқысы бәрібір қашатын. Әр түні ағасының соңғы айтқан сөзі құлағына келетін. «Сен енді маған аға деме». Осы сөз оның жүрегін күн сайын қайта жарылайтын. Бірақ уақыт өте келе тағдыр оларды күтпеген жерден тағы да бір-біріне жолықтыратынын. Ал сол кездесу жаңа өмірдің басталуы емес, жаңа сынақтың басы болатынын олардың ешқайсысы әлі білмейтін. Арада 9 ай өтті. Күз кетіп, қыс өтті. Көктемде артта қалды. Уақыт жараны жазған жоқ. Тек әркім өз қайғысымен өмір сүруге үйрене бастағандай еді. Эльмира қаладағы тігін цехында жұмысын жалғастырып жүрді. Таңғы 8-де жұмысқа келеді. Кешкі 7-де қайтады. Жұмыстан басқа ештеңе ойламауға тырысатын. Әр айдың соңында азын-аулақ ақша жинап, жалдап тұрған пәтерінің ақысын төлейді. Ата-анасына да болған жағдайды толық айтпаған. Мирас болса, құрылыс компаниясында тұрақты жұмысқа орналасқан. Бұрынғыдан да тұйық болып кеткен. Жұмыстан кейін ешқайда бармайды. Кейде кешке саябақтағы орындыққа отырып ұзақ ойға шоматын. Бірнеше рет ағасына хабарласуға оқталды. Бірақ әр жолы телефон нөмірін теріп барып, қайта өшіріп тастайтын. Әлі ерте. Бір сенбі күні Эльмира жұмыстан ерте шықты. Жақын маңдағы базарға кіріп, азық-түлік алмақ болды. Қолына көкөніс салынған пакет ұстап келе жатқан. Дәл бұрылыста біреумен соқтығысып қалды. Пакет жерге түсіп, алмалар жан-жаққа домалап кетті. «Кешіріңіз». Екеуі бір уақытта еңкейіп, алмаларды жинай бастады. Сол сәтте көздері түйісті. «Мирас, Эльмира». Екеуі де қатып қалғандай болды. 9 ай бойы бір-бірін көрмеген. Мирас жүдеп кетіпті. Бетіне сақал шығып, жүзі солғын тартқан. Ал Эльмира да бұрынғыдай емес. Көзінің астында
қара шеңбер пайда болған. Жүзі мұңға толы. «Қалайсың?» деді Мирас әрең. «Жақсымын». Бұл сөзді айтқанмен даусында қуаныш жоқ еді. «Сен ше?» «Күн көріп жүрмін». Қайтадан үнсіздік орнады. «Жұмысың қалай?» деп сұрады Мирас. «Тігін цехындамын». «Жақсы екен». «Сен?» «Құрылыстамын». Тағы үнсіздік. Бұрын бір үйде күнде көрісетін адамдар енді бір-біріне не айтарын білмей тұр. Эльмира ақырын ғана сұрады. «Үйдегілер қалай?» Мирас күрсініп жіберді. «Әке бұрынғыдай емес». «Ауырып жүрме?» «Жоқ, бірақ көп сөйлемейді». «Ана ше?» «Сені жиі еске алады». Эльмираның жанары жасаурап кетті. «Жалғас». Мирас басын төмен салды. Ол да өзгеріп кетті. «Үйленді ме?» «Жоқ». «Екеуміз әлі сөйлеспейміз». Эльмира көзін жұмды. «Бәріне мен себеп болдым». «Жоқ». «Иә, Мирас. Егер мен сол күні...» «Жоқ», деді Мирас, оның сөзін бөліп. «Екеуміз де жауаптымыз. Өзіңді ғана кінәлама». Екеуі жақын маңдағы саябақтағы орындыққа барып отырды. Бұл 9 айдан кейінгі алғашқы ұзақ әңгімелер еді. «Кейде бәрін кері қайтарғым келеді», деді Эльмира баяу ғана. «Мен де. Бірақ өткенді өзгерту мүмкін емес екен». «Иә». Бір сәтке екеуі де үнсіз қалды. Жел баяу ғана ағаш жапырақтарын тербетіп тұрды. Эльмира көкжиекке көз тігіп. «Жалғыз өмір сүру оңай емес екен», деді. Мирас үнсіз тыңдап отырды. Кешке үйге келгенде қарсы алатын ешкім жоқ. Кейде өзіммен өзім сөйлесіп кететіндей күйге жетемін. Дауысы дірілдеп шықты. «Ауылға да бара алмаймын. Ата-анамның туыстарының көзіне қалай қараймын? Не деп жауап беремін? Сондықтан бәрінен қашып жүргендеймін». Мирас ауыр күрсінді. «Менің де ауылға жиі барғым келеді, бірақ ағамның жүзі көз алдыма келеді де, батылым жетпейді». Эльмира басын изеді. «Тағдыр бізге ауыр сабақ берді». «Иә». Тағы үнсіздік орнады. Біраздан кейін Эльмира орнынан тұрды. «Жарайды, кеш батып барады. Мен қайтайын». «Жақсы, өзіңді күт». «Сен де аман жүр». Екеуі бір-біріне қысқа ғана бас изеді. Қол алыспады. Өткенді қайта қозғамады. Эльмира дорбасын көтеріп, аялдама жаққа қарай баяу жүріп кетті. Мирас оның ұзап бара жатқан бейнесіне бір сәт қарап тұрды да, өзірді де қарама-қарсы бағытқа бет алды. Екеуі екі түрлі жолмен кетіп бара жатты. Бір кезде екеуінің арасы адамдардың қарасына сеніп мүлде алыстап кетті. Сол күні олар тағдырдың қайта жолықтырғанына таңғалғанмен, әрқайсысы өз өмірінің ауыр жүгін арқалап, өз жолымен кете барды. Саябақтағы кездесу аяқталған соң Мирас үйіне келіп ұзақ ойланды. Сол күні түнде алғаш рет телефонын қолына алып, ағасы Жалғастың нөмірін терді. Қоңырау ұзақ шырылдады, бірақ ешкім көтермеді. Бірнеше минуттан кейін тағы хабарласты. Бұл жолда жауап болмады. Ол қысқа ғана хабарлама жазды. «Аға, мен ештеңе сұрамаймын. Тек бір күні сөйлесуге мүмкіндік берсем болды». Хабарлама жіберілді, бірақ жауап келген жоқ. Эльмира да сол түні ұйықтай алмады. Ол саябақтағы әңгімені қайта-қайта есіне алды. Терезенің алдына отырып, ұзақ уақыт сыртқа қарады. Сосын шкафтан көне альбомын алып шықты. Ішінде той күнгі суреттер сақталыпты. Жалғас ақ көйлек киген Эльмираның қолынан ұстап, күлімдеп тұр. Эльмира суретті ұзақ қарап отырды. «Кешір мені», деп сыбырлады. Көзінен аққан жас суреттің бетіне тамып түсті. Бір сәт ойланып, альбомды жауып қойды. Өткен өмірге қайта оралудың мүмкін емес екенін ол енді анық түсінді. Бір ай өткен соң Мирас жұмыста жақсы қызметке көтерілді. Бригадирі оны шақырып алып, «Сен еңбекқор жігіт екенсің. Келесі айдан бастап басқа қаладағы құрылыс нысанына жіберсек дейміз», деді. Мирас біраз ойланып, «Келсемін». Ол бұл қаладан кетудің өзіне жақсы болатынын сезді. Сол уақытта Эльмирада жаңа шешім қабылдады. Тігін цехының иесі оған: «Біздің серіктес компания ақш-та жұмысшылар қабылдап жатыр. Егер қаласан, құжаттарыңды өткізуге болады», деді. Эльмира таңырқап қалды. «Америкаға ма?» «Иә, еңбек визасымен. Жұмыс ауыр, бірақ жалақысы жақсы». Эльмира бірнеше күн ойланды. Бұл қалада оны өткен күндердің елесі ғана қарсы алатын. Ақыры өтініш берді. Ал ауылда Жалғас бұрынғыдай емес еді. Ол жұмысқа барып келеді, бірақ бұрынғы ашық мінезі жоғалған. Анасы бір күні: «Балам, өмір тоқтап қалмайды, өзіңді қолға ал», деді. Жалғас үнсіз тыңдап отырды. «Біз сенің қайта бақытты болғаныңды қалаймыз». «Бақыт», деді ол баяу. Қазір бұл сөз маған өте алыс сияқты. Әкесі де сөзге араласты. «Кешіру оңай емес, бірақ өшпенділікпен өмір сүру одан да ауыр». Жалғас жауап қатпады. Дегенмен әкесінің сөзі оның көңілінде қалып қойды.
Көп ұзамай Мирас басқа қалаға жұмысқа кетуге дайындала бастады. Ал Эльмираның шетелге құжаттары мақұлданды. Екеуі бір-біріне бұл туралы хабарламады. Өйткені олардың әрқайсысы енді өткеннен емес, болашақтан үміт іздеуді таңдаған еді. Бірақ тағдырдың ең үлкен сабағы олардың өмірінде мәңгі сақталатын болды. Бір сәттік қателік тек екі адамның емес, тұтас бір отбасының тағдырын өзгерте қалды. Енді әрқайсысының алдында жаңа өмір тұрды. Бірақ сол жаңа өмірге олар өткеннің ауыр жүгін арқалап қадам басатын еді. 2 жыл өтті. Уақыт бәрін өзгертті. Ауылдағы ескі үй сол қалпы тұрғанымен, оның ішіндегі адамдар өзгеріп кеткен еді. Жалғас бұрынғыдан сабырлы болды. Әкесі мен анасына бар уақытын арнайтын. Жұмысына барып келеді. Кешкісін ауылдың шетіндегі өзен бойымен жалғыз серуендейтін әдет шығарды. Ауыр жараның орны қалғанымен, жүрегіндегі ашу бірте-бірте басылып келе жатқан. Мирас басқа қаладағы құрылыс компаниясында өзін жақсы қырынан көрсетті. Еңбегі бағаланып, учаске басшысы қызметіне көтерілді. Жұмыс оның жан жарасын толық жазбаса да, ойынан бөліп әкететін. Бір күні кешке жұмысынан қайтып келе жатқанда, телефонына ауылдан анасы хабарласты. «Балам, Мирастың жүрегі дүрседе қалды». «Анашым, қалайсың?» «Жақсымын». Бұл арада 2 жылдан кейінгі алғашқы әңгімелер еді. «Денсаулығың жақсы ма?» «Жақсы». «Тамағың тоқ па?» «Иә». Анасы үнсіз қалды, сосын жай ғана: «Сағындым, балам». Мирастың көзіне жас келді. «Мен де, ана. Үйге келіп кетсеңші?» «Аға». Анасы ауыр күрсінді. «Жалғас әлі дайын емес шығар, бірақ біз сенің ата-анаңбыз. Есігіміз саған әрқашан ашық». Телефон үзілген соң Мирас ұзақ жылады. Ол дәл осы сөздерді 2 жыл бойы естуді армандаған еді. Ал Эльмира, ол Ақа-шқа көшіп өткен болатын. Алғашқы айлар өте қиын өтті. Тіл білмейді, ел бөтен, адамдар бөтен. Бірақ еңбекқорлығының арқасында бір тігін фабрикасынан тұрақты жұмыс тапты. Жұмыс арасында қазақ әндерін тыңдап, туған жерін сағынатын. Кейде интернеттен туған ауылының суреттерін қарап отырып жылайтын. Бірақ кері қайтуға батылы жетпеді. Өйткені өткен өмірге оралатын жол әлдеқашан жабылған еді. Бір күні ауылда үлкен той болды. Көш ауылдың қызына Жалғас құда түсті деген хабар тез тарады. Анасы алғашында қобалжыған. «Балам, шынымен шешім қабылдадың ба?» Жалғас күлімсіреп: «Өткенмен өмір сүре беруге болмайды екен, ана. Бақытты болыш, балам. Бұйырса». Бұл сөзді айтқанда оның жанарында бұрыннан бері жоғалып кеткен жылылық қайта оралғандай болды. Тойдан 1 ай бұрын Жалғас күтпеген шешім қабылдады. Ол Мирастың нөмірін тауып, өзі қоңырау шалды. Телефон ұзақ шырылдады. «Алло». Мирастың даусы дірілдеп шықты. Жалғас бірнеше секунд үнсіз қалды. «Мирас, аға, үйге кел. Әкем мен анам сені күтеді». «Ал, сен?» Ұзақ үнсіздік орнады. Сосын Жалғас баяу ғана: «Мен болғанды ұмытқан жоқпын. Білемін. Бірақ сен бәрібір менің інімсің». Мирас көз жасын тоқтата алмады. «Аға, кешір. Кейбір жара ешқашан толық жазылмайды. Бірақ біз өмір бойы жау болып өте алмаймыз». Осы сөздерді естігенде Мирас үнсіз жылады. 2 жылдан бері алғаш рет оның жүрегіндегі ауыр жүк сәл жеңілдегендей болды. Ал мұхиттың ар жағында, алыстағы Америкада, Эльмира жұмыстан қайтып келе жатып аспанға қарады. Кеудесін сағыныш кернеді. Ол туған жеріне қайта оралмайтынын білетін. Бірақ бір кездері өзіне пана болған сол шаңырақтың амандығын іштей тілеп жүрді. Өмір әркімді әртүрлі жолға салды. Бірақ өткеннің ізі олардың жүрегінде мәңгі сақталып қалды. Жалғастың үйлену тойына санаулы күн қалды. Мирас ұзақ ойланып жүрді. Барсам ба, бармасам ба? Ақыры туған үйінің табалдырығын қайта аттауға бел буды. Кешкі пойыздан түскенде ауыл бұрынғыдай көрінді. Сол көшелер, сол ағаштар. Бірақ Мирас үшін бәрі өзгеріп кеткен еді. Қақпа алдына келгенде жүрегі қатты соқты. Қоңырауды баяу басты. Есікті анасы ашты. Бір сәтке екеуі үнсіз қалды. «Мирас, анашым». Анасы оның құшақтай алды. Екеуі де үнсіз жылады. «Арықтап кетіпсің, балам. Сіз де». Үйге кіргенде әкесі төрде отыр екен. Ол үндемей орнынан тұрды. Мирас басын төмен түсірді. «Әке, келдің де, кешіріңіз». Әкесі ұлының иығына қолын қойды.
Қателігіңді өмір бойы арқалап жүретінді білемін. Сол жаза саған жеткілікті. Мирастың жанары жасқа толды. Маған тағы ештеңе айтпа. Осы сөзден кейін ол әкесінің қолын алғаш рет екі қолымен қысты. Кешке қарай Жалғас жұмыстан келді. Үйдің алдында тұрған көлікті көріп, кім келгенін бірден түсінді. Есікті ашқанда төрде отырған Мирасты көрді. Екеуінің көзі түйісті. Ұзақ үнсіздік орнады. Мирас орнынан тұрды. Ассалаумағалейкум. Жалғас басын изеді. Уағалейкум ассалам. Бұрынғыдай құшақтасу болған жоқ, бірақ бұрынғыдай ашуда байқалмады. Кешкі ас үнсіз өтті. Тек әкесі ғана анда-санда әңгіме айтып отырды. Түнде аулаға Жалғас жалғыз шықты. Бірнеше минуттан кейін Мирас та сыртқа келді. Аға. Жалғас үнсіз тұрды. Мен сенен ешқашан кешірім талап етпеймін. Бірақ өмірімде күн сайын сол күн үшін өкінемін. Жалғас терең дем алды. Мен соны білемін. Егер уақытты кері қайтара алсам, ешкім қайтара алмайды. Жел екеуінің арасынан баяу соғып өтті. Мен сені ұмытқан жоқпын, деді Жалғас. Білемін. Бірақ жек көруде шаршатады екен. Мирас үнсіз тыңдап тұр. Сен менің інім болып қала бересің. Аға, бірақ бұрынғы сенім қайтып келмейді. Мирас басын изеді. Мен оны түсінемін. Оны қайтаруға тырыспа. Тырыспаймын. Екеуі алғаш рет ұзақ уақыттан кейін қатар отырып үнсіз аспанға қарады. Сөз аз болды. Бірақ сол үнсіздіктің өзінде бұрынғы өкпе наздың орнына түсіністік пайда бола бастаған еді. Бірнеше күннен кейін Жалғастың тойы өтті. Жаңа жары Аружан ибалы, сабырлы қыз еді. Ол бұл отбасының өткеніндегі ауыр оқиғаларды білмейтін. Мирас тойда шеткерірек жүрді. Ағасының жүзіне қарап, оның қайта күле бастағанын көріп, іштей қуанды. Ең болмаса, оның өмірі қайта жалғасып келеді. Ал дәл сол күні Америкада Эльмира жұмыстан қайтып келе жатып, әлеуметтік желден ауылдағы таныстарының суреттерін көрді. Суреттердің арасында Жалғастың тойынан түсірілген бір фото бар екен. Эльмира ұзақ қарап отырды. Сосын телефонның экранын жайлап өшірді. Бақытты бол, деп сыбырлады. Көзінен бір тамшы жас сырғып түсті. Бұл өткен өмірмен іштей қоштасқан соңғы көз жас еді. Арада тағы 5 жыл өтті. Уақыт өз дегенін жасады. Бір кездері жүректерді қан жылатқан оқиға енді естелікке айналғанымен, оның ізі ешкімнің жанынан өшкен жоқ. Жалғас жаңа отбасымен бақытты өмір сүріп жатты. Аружан екеуінің 2 баласы дүниеге келген. Әкесі мен анасы немерелерінің күлкісін естіп, шаңыраққа қайтадан жылулық оралғанын сезінді. Жалғас бұрынғыдай көп күлмейтін, бірақ жүзінде тыныштық бар еді. Өмір оған тағы бір мүмкіндік бергендей болатын. Мирас та өз өмірін қайта бастады. Қаладағы жұмысы тұрақты болды. Бір күні әріптестері арқылы Назерке есімді қызбен танысты. Назерке ақылды, сабырлы, өткенді қазбаламайтын жан екен. Ұзақ уақыт араласқан соң, Мирас оған өткен өміріндегі ең ауыр қателігін жасырмай айтып берді. Назерке үнсіз тыңдап шықты. Өткенді өзгерте алмайсың, деді ол ақырын. Бірақ одан сабақ алып, адал өмір сүруге болады. Осы сөздер Мирастың жүрегіне жылу берді. Бір жылдан кейін олар шағын той жасап, шаңырақ көтерді. Америкада Эльмираның да өмірі өзгерген еді. Алғашында жалғыздықпен күресті, жұмыс істеді, тіл үйренді, жаңа ортаға бейімделді. Кейін бірге жұмыс істейтін Майкл есімді азаматпен танысты. Майкл оның өткен өмірі туралы сұрамады, тек қазіргі Эльмираны қабылдады. Уақыт өте екеуі шағын отбасын құрды. Эльмира кейде қазақтың әндерін тыңдап отырып, туған ауылын есіне алатын, бірақ ол ешқашан өткен өміріне қайта оралмады. Өйткені кейбір есіктер жабылғаннан кейін қайта ашылмайды. Бір жазда әкесі қатты сырқаттанып қалды. Бұл хабарды естіген Мирас ауылға бірден жетті. Жалғас та жанында болды. 2 бауыр әкесінің төсегінің қасында үнсіз отырды. Қарт әке көзін ашып, 2 ұлына ұзақ қарады. Балаларым. Екеуі де еңкейіп тыңдады. Бір-бірінен айырылмаңдар. Жалғас үнсіз басын изеді. Мирас әкесінің қолын қысып, уәде береміз, әке. Қарттың жүзіне әлсіз күлкі үйірілді. Ағайынның арасы бұзылса, ең ауыр қайғы сол. Осы сөздер екеуінің жүрегінде мәңгі сақталып қалды. Арада тағы бірнеше ай өткен соң, әкесі дүниеден өтті. Жаназаға бүкіл ауыл жиналды. Жалғас пен Мирас иық тіресіп, әкесін соңғы сапарға шығарып салды. Екеуі де үнсіз еді.
бірақ сол үнсіздіктің өзінде бауырлықтың қайта оралғаны сезіліп тұрды. Күздің бір күні Жалғас пен Мирас ауыл шетіндегі төбеге барып отырды. Күн баяу ғана батып бара жатқан. «Есіңде ме?» деді Жалғас. «Бала күнімізде осы жерде жарысып жүгіретін едік». Мирас күлімсіреп басын изеді. «Иә, өмір бізді көп сынады. Дұрыс айтасың». Жалғас біраз үнсіз отырды. «Мен сені кешірдім». Мирастың көзіне жас келді. «Рахмет аға. Бірақ ол күнді ешқашан ұмытпаймын». «Мен де». Екеуі қол алысты. Бұл бұрынғыдай алаңсыз қол алыс емес еді. Бұл ауыр сынақтан өткен екі бауырдың бір-біріне деген құрметінің белгісі болатын. Ал мұхиттың ар жағында Эльмира бір күні баласын мектепке шығарып салып тұрып, көкжиекке ұзақ қарады. Ол туған жеріне қайта оралмады, бірақ жүрегінің бір түкпірінде қазақ даласы, сол ауыл, сол шаңырақ әрқашан сақталып қалды. Ол іштей «Барлығың аман болыңдар» деп сыбырлады. Өмір кейде адамды бір ғана қателігі үшін ұзақ сынайды. Бірақ сол сынақтан кейін де өмір тоқтамайды. Кешірім бәрін бұрынғы қалпына келтірмесе де, жүректегі ауыр жүкті жеңілдетеді. Ал отбасы қандай дауыл соқса да, қадірін кеш түсінетін ең қымбат байлық. Егер бұл оқиға жүрегіңізге жетіп, ой салып, толғандырған болса, арнамызға міндетті түрде тіркеліңіз. Бұл біз үшін үлкен қолдау. Ұнаса, бейне жазбаға лайк басып, өз пікіріңізді пікірлер бөліміне қалдырыңыз. Сіз бұл кейіпкерлердің орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Кешіруге бола ма? Әлде мұндай қателік ешқашан кешірілмей ме? Ойыңызды бірге талқылайық. Алда сіздерді өмірден алынған жаңа әсерлі оқиғалар күтіп тұр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.